Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және студенттер. Менің есімім Бижанов Ахан Мәлікұлы, Жаһанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ресурстық әдістемелік орталық меңгерушісі. Бүгін сіздерге түсіндіретін тақырыбым бұл қашықтан оқытудағы Google Classroom'ның мүмкіндіктері. Ең бірінші біздер аккаунт создавать етеміз. Мен оны дайындап қойдым, Жаһанша колледж аккаунт деп. Мысал үшін Жаһанша колледж кіріп көрейік. Жаһанша колледж мен платформасына түстім. Бұл жерде барлық топтар қамтылған осы колледждегі. Так, бір топқа кірейік. 3А СКШТ 9 тобына кірдік. Бұнда өте қарапайым. 4 бағыттан тұрады. Бірінші лента. Түсіндіре кететін болсам, бұл чат. Екінші задание. Бұл тапсырма. Оқытушының беретін. Одан кейін пользователь. Қатысушылар, айтқанда пайдаланушылар. Пайдаланушылар екіге бөлінеді. Бұл преподаватели, сосын учащийся. Учащийсіге біздер студенттерді енгіздік. Преподаватель бұл мұғалімді тіркейміз. Одан кейінгі бөлім ең соңғы оценки, баға қою. Бұл жерде барлық топтың студенттер шығады тізім бойынша, тапсырма бойынша баға қоюға болады. Енді толығырақ тоқталатын болсам, бірінші тапсырмаға кіреміз, задание. Ең бірінші мен төменнен қараймын, өзімнің пәнім бар ма екен. Бұл пәнге менің пәнім әлі енгізілмеген. Мен оны енгіземін. Темаға кірем. Химия пәні деп жазамын. Жақшаның ішіне өзімнің фамилиямды жазып қоямын. Табабитті бастым. Менің пәнім түсті. Енді студенттерге тапсырманы қалай беремін? Создатқа қайтып кіремін. Тапсырма. Бүгінгі тапсырма менің күнтізбелік тақырыптық жоспар бойынша бүгінгі менің беретін тапсырмам, айтқанда тақырыбым қышқылдардың атасы, айтқанда күкірт қышқылы. Күкірт қышқылы туралы жазамыз. Тақырып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз. Так, мұнда төменгі жағында инструкция деген бар. Мұнда нақты студенттер қандай әрекет жасайтынын жазам. Күкірт қышқыл туралы айтқандай 2 бет реферат жазып алып қою керек. Мен өзімнің баяндамамды енгізем. Реферат деп жазып кетейін. Реферат жазу. Бұл студенттерге уже түсінікті. Енді мен өзімнің лекциямды немесе баяндамамды студенттерге жүктеуім керек. Айтқанда платформаға жүктеуім керек. Так, мына жерде бірнеше жүктеме бар. Мен файлды басам. Файлды бассам, өзімнің жұмыс істеуімдегі студенттерге дайындап қойған материалымды немесе баяндамамды, лекцияларымды жүктеп қоюыма болады. Документті алдым, күкірт қышқыл туралы. Так, одан кейін таңдағаннан кейін загрузитті басам. Так, тапсырма түсті. Күкірт қышқыл туралы лекциям, баяндамам. Сонымен қатар тағы материалды жүктеу бойынша создайтты бассам, мына жерде Word, презентация, таблица, сурет, рисунки, форме бағытта мен мысалы материалдарымды жүктеуіме болады. Так, тапсырма жүктелді. Одан кейін мен бағаны қоям. Бізде 5-ке дейін баға қою. Так,
келесі аптаға дейін мен орындауына сұрақ қоям. Келесі аптаның 26-сына дейін бұл тапсырманы орындап реферат жазып алып келу керек. Сонымен қатар уақытты да қоюға болады. Мен енді бұл тапсырманы дайындадым. Студенттерге түсініктетіп жаздым инструкцияға. Тапсырманы өзімнің пәнімнің ішіне салдым. Химия пәні Бижанов Ахан Маликова. Сонымен қатар бұл тапсырманы жеке беруге болады топта. Мысал үшін Ринат, Азамат, тағы сол сияқты. Одан кейін менің тапсырмам дайын. Мен оны публикацияға беремін. Создать задание. Публикацияға кетті. Так, менің тапсырмам дайын болды химия пәні бойынша. Менің оның срок сдачаны 26 мартқа қойдым. Тапсырманың екінші түрі задание с тестом. Кіреміз. Одан кейін тапсырманы жазамыз. Мына жерге. Сол тапсырма бойынша түсінікті нақты инструкцияны жазамыз. Сосын осы тапсырма бойынша қорытындылау тестін жүргіземіз. Бұл Google Forms'та жүргізіледі. Google форме. Мұнда қорытынды тест деп жазамыз. Қорытынды тест. Содан кейін варианттар жазамыз. А варианты мысал үшін 9 деп. В варианты 8 деп. 7 тағы да басқа. Сосын осы сұрақты жаза саламыз. Сұрақ. Google формада тағы да текст түрінде, строк түрінде жазуға болады. Мына жерге толық аты жөні мысал үшін. Толық аты жөні. Краткий ответке мысал үшін Бижанов Ахан Маликова немесе студент өзінің атын жазады. Сонымен қатар текст деген бар. Мұнда бірнеше 700 сөзге дейін жазуға болады. Одан кейін шкала түрінде файлдар жүктеуге болады. Бірнеше форматта жүргізуге болады. Так, бірінші толық аты жөнін жазады. Екінші сурет түрінде тапсырма беруге болады. Тест сұрағын беруге болады. Обзорға кіреміз. Так. Мұнан суретті аламыз. Немесе басқа да файл аламыз. Так. Видео түрінде жолдау болады. Мұнда YouTube'тан аламыз да, ссылкасын сала қоямыз. Тағы сол сияқты. Осылай тестті құрастырамыз. Одан кейін оп-оңай жаба саламыз. Ол автоматты түрде сақталады. Бағана айтқандай жеке беруге болады тестті. Балын қоясыз. Тестқа дұрыс жауап берсе. Так. Уақыты, қай уақытқа дейін. Қай пәннің тапсырмасы, мысалы үшін химия пәнінің тапсырмасы немесе басқа пәннің тапсырмасы. Сосын мына жерге создать задание баса саламыз. Публикацияға кетті. Мында түсті. Оны удалить етіп тастауға болады, егерде қатесі кетсеңіз. Немесе оны қайтып өзгертуге болады. Изменитті басамыз. Сіз тапсырмаңыз тағы да жүктеуіңіз келетін болса, өзгерткіңіз келетін болса, сіз мұнда өзгерте аласыз. Сонымен қатар бұл тапсырмаңыз қате болса, оны удалить етіп алып тастауыңызға болады. Удалить. Көкірткіш қылу. Удалить.
пәніңізде өшіріп тастауға болады. Егерде тапсырма бойынша түсінікті. Енді пользователь қолданушылар бойынша ол сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Баға қою. Бағаны қалай қоямыз? Берілген тапсырма бойынша қараймыз. Әлі тапсырманы орындамаған. Мына жерде екі кісі тапсырманы орындаған екен. Біреу Азамат Ермеков. Азаматтың тапсырмасына кіреміз. Тапсырманы қарадық, көрдім. Так, орташа жалпы жауап берген. Мен оны аламда бағасын қоямын. 4 бағаны қоямын. Мына жерге жазып жіберем. Сіздің жауабыңыз бағаланды. Сіздің жауабыңыз мысалы үшін 4-ке бағаланды. 4-ке бағаланды. Рахмет. Осы топқа қайтып ораламыз. Топтың фотосын жүктеуге болады. Мына жерде. Сонымен қатар бұл чатта студенттер өздерінің ойларын білдірген. Саламатсыздар ма? Мен тапсырмаларды орындап бастадым. Сәлеметсіздер ме? Тапсырмаларды орындап жатырмын. Ассалаумағалейкум, тапсырманы орындап жатырмын. Өздерің мұнда бар екенін көрсетіп белгі беріп жатыр студенттер. Жақсы. Бұл платформа өте қарапайым, түсінікті интерфейс. 4 бағыттан тұрады: оценки, пользователи, задание, лента. Өте қарапайым, түсінікті бәріне. Ең бірінші сіздер Play Market'тен Google Classroom'ды жүктеп аласыздар. Жүктегеннен кейін жоғарғы жағында плюс таңбасы тұрады. Сол таңбаға оқытушының жіберген кодын енгізесіздер. Мысалы үшін 33 маған жіберген код. X L V пресенесін басамын. Мен өзімнің былай айтқанда группама түстім, тобыма. Өзімнің тобыма түстім. Одан кейін ең бірінші сабақты бастамас бұрын лентаға кіреміз. Так, осы лентаға сіз оқытушыңызға мен сабаққа дайынмын немесе амандасу бағытында сіз өзіңіздің осы платформада, осы топта бар екеніңізді білдіруіңіз қажет. Себебі ұстаз топта қанша студент бүгінгі сабаққа дайын екенін жөнінде мәлімет алып отыру керек. Мұнда комментарияға сіз өзіңіздің саламатсыз ба, мен бүгінгі сіздің сабағыңызға дайынмын деп жазып жіберуіңіз керек. Содан кейін біздер оқытушының былай айтқанда өзіңіздің пәндеріңіз бойынша кіретін боласыз. Мына жерде сізге сабақ беретін пән мұғалімдері тапсырманы берген екен. Мысалы үшін бір тапсырмаға кіретін болады. Әдебиеттануға кіріспе. Кірдік. Кіргеннен кейін сіз ұстазыңыздың оқытушының берген айтқан тапсырмасын оқыдыңыз. Сізге ол бәрі түсінікті. Одан кейін сіз моя работа дегенге кіресіз. Моя работа дегенге кіргеннен кейін әртүрлі форматта жүктеуіңізге болады. Біріншіден сіз осы материалдың көлеміне байланысты документ, презентация, таблица, PDF форматта жүктеуіңізге болады. Сонымен қатар музыканттар үшін снять видео деген бар. Снять видеоға сіз басасыз. Одан кейін сіз өзіңіздің үйіңізде инструмент, басқа да бір құралдар болатын болса, сіз соны орындап, осында жүктеуіңізге болады. Сонымен қатар технология пәні бойынша, берілген тапсырма бойынша макет немесе модель дайындаған болсаңыз, ол модельді сіз фотоға түсіріп, осы берілген тапсырма бойынша жүктеуіңізге болады. Сонымен қатар ссылку деген бар.
бұл ссылка өзіңіздің былай айтқанда жүктеген видеоңызды ссылкасын салып мұғалімнің тапсырмасына жауап беруіңізге болады. Бұл дискіге сіз өзіңіздің мәліметтеріңізді сақтап қойған болсаңыз, осы дискіден алып жүктеуіңізге болады. Егер де сіз тақырыпқа байланысты өзіңіздің жұмыс үстеліңізде ортқа немесе презентацияға дайындаған болсаңыз, файлына компьютерге басасыз, өзіңіздің жұмыс үстеліңіз шығады. Осы жұмыс үстеліңізден дайындаған материалыңызды жүктеуіңізге болады.